Ассалаумағалейкум жігіттер, міне тегінде қазақша айтам, көрмей қойып жүрмеңдер. Орысша сөйледің деп ренжейсіңдер. Бірақ орысша сөйлемесем просмотр жоқ. Барлығымыз енді просмотр үшін жүрміз демей ақ қояйын, бірақ просмотр керек сонда да. Каналды продвигать ету керек, дамыту керек, монетизацияға шығу керек. Жарайды, ол бірінші әңгіме. Основной әңгіме бұл жерде мына біздің деп айтайын. Мына бандура. Мына не деп ойлайсыңдар? Бұл теплообменник. Біз өзіміз қолдан жасаған. Мен жалпы осындай бір нәрсені жасап, өз қолыммен жасап, испытание жасап, тексеріп, қалдап айтағанды жақсы көретін адаммын. Бұл жерде бүгін міне кезекті тапсырыс. Центральный отопление кіргіздік сырттан. Полипропилен 40. Біз енді темірмен жасаған жақсы көрім жалпы. Бірақ полипропилен арзан болғандықтан клиенттің желаниясымен полипропиленмен тарттық. Мына енді жаңалық емес, фильтр. Американка қойдым. Ал бұл система жалпы электрокотелмен, мынау бойня мал соятын жер. Электрокотелмен 2 жыл бұрын өзіміз істеп кеткен болатымыз. Мынау міне электрокотел тұр. Мынау біреуі радиаторға кетеді. Мынау камерам не болып қалды. Мынау радиаторға кетеді, мынау теплый пол. Аст үстінде гребенка тұр. Прижимающий балансир крандар. Насос и так далее, мембранный бачок. Енді все как обычно. Енді центральный отопленияға тех условия алып, бұл жігіт центральный қосып бер деген сон, бұл орналасқан жердің суы өте загрязненный, өте лас. Мынандай чугунный радиаторлардың өздерін чірітіп жіберетін. Молодежный деген поселок, Қасым Қайсенова, Өскемен қаласында. Мынандай радиаторлардың өзін чірітіп жібереді. Бұл жердің су өте нашар. Сондықтан менің инициативам, аға теплообменник қояйық дедім. Теплообменниктің заводскойын қойсақ, бұл жерде теплообменниктің не екенін кім білетін болса, оның ішінде өте тесіктері кішкентайда, солар тағы да бітеліп қалады. Сондықтан мен мына теплообменникті қолдан жасайын деп шештім. Бұны енді жалпы конструкциясын тағы да салатын болам. Бірақ сырт бейнесін көрсетіп кетейін. Бұл неден тұрады? Бұл 2 в 1 грязевик. Мынадан анда-санда бір ашық боясың батпаған термометр. Мынаны жүргізіп қойдық, не уже 70 градусты көрсетіп тұр. Манометр 5-2-ні көрсетіп тұр. Ендігі міне мынау внутренний системаға кетеді. Мынау центральный отопление өзі айланып тұр. Өзі 2 радиатормен айланып тұр. Қуаншық деп айтыр. Бұл жерге сушилка керек деді маған. В общем, клиенттің желаниясы, мына жерде киімдерді кептіргенге, жұмыс киімдерді сушилка болады. Мына центральный отопление міне мен 2-3 радиатормен айналып кетіп қалады. В общем. Ал мына жақтың системасы теплообменникпе мынаның ішіне нержавейший гофраны орадық біз 15 метр. Мына жерде міне кретта 15 метрден айланып шығады да, мына жермен шығып, ана неменеге мына жақ системаға кіретін болады. Екеуінің суы араласпайды. Ол енді қазір мен жалпы өзім көрмеге мына теплый полдың мойкасы, промывкасы деген видеоларды қарап жатам да, сонда енді теплый полдың ішіне қайдан келеді батпақ. Мынаның ішінде өзі ар кетсе бір 60 литр дейма су бар. Мынаның ішінде өте 20-ка полипропиленмен тартқанбыз, су өте аз. Енді бұл жерде теплый полдың промывкасы дегенді вообще ойланбауға болады. Ал егерде біз қазір мына центральный отопление мынаның ішіне кіргізетін болсақ, вот сонда теплый полдың промывкасы деген көкөс сонда болады. Мына жерде өте лас система центральный отопление. Ана птица фабрикадан келеді. В общем, сол себептен мынау міне әрине қазір біткен жоқпыз. Міне мына бірақ турбаза қалды. Соны жалғаға сон термометр қойдым.
теплообменникті өзіме интересно болып тұр. Қанша градуспен потеря болатын, қанша разница болатын, эффективность. В общем, солай. Кім жасап көрді, бірақ мен бүкіл Google'ды, интернеттің бәрін қопарып шықтым. Осылай жасап біреу көрген бар ма екен, соның опытымен ары қарай бірдеңке істей салайын ба деп. Бірақ жоқ, ешқандай мағлұмат таппадым. Сондықтан өзіміз өстіп осындай әдіспен жасап көрейік деп шештік. Ал, не дейсіздер? Каналыма тіркеліп, қолдап отыруларыңызды сұраймын. YouTube каналынан әрине мен монетизацияға шыққым келеді. Оның не екенін енді білесіздер жалпы. Егер де YouTube'тан қандай да бір солдай қаражат түсіп отыратын болса, менің ары қарай осындай испытанияларыма, ойымдағы заттарды істеуге әрине үлкен көмек болады. Бұндай испытаниялардың барлығы, білесіздер, қаражат материалға кеп тірейді. Уақыт, қаншама уақыт кетеді, сәтсіздіктер болады кейде. Соның барлығын жүзеге асырып отыру үшін бәрі қаражатқа кетіріледі. Бұл сол тек мақсатым, YouTube монетизацияға шыға алмай жүрмін. Осындай енді бір ақыл кеңестер болса айта отырыңыздар. Білгенімізді жасап жатырмыз. Осы іспен айналысып жүргөй 15 жылдан асып кетті. Ес білгей 15 жастан варттак келеміз, байттак келеміз. Әлі де талай белестерді бағындырамыз.